Жалпы заң талаптарына сәйкес дербес яғни деректер және оларды тарату ол заң бойынша, яғни жаңағы жеке тұлғаның келісімінсіз таратуға болмайды. Бізде арнайы заң бар, яғни дербес деректерді және оларды қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңы бар, және сол заңның 11-ші бабына сәйкес, яғни дербес деректерді таратуға болмайды, яғни азаматтардың келісімінсіз таратуға болмайды. Және егер де таратып жатқан жағдайда, бұнда ол дербес ақпаратты таратқан азаматқа қатысты немесе лауазымға қатысты әкімшілік құқық бұзушылық, яғни жазаға тартуға болады. Жаңа жоғарыда айтып өткен 11-ші баптың, яғни талаптарын бұзған жағдайда кез келген лауазымды немесе жеке тұлғаға қатысты, яғни дербес ақпараттарды таратқан үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 79-ші бабында қарастырылған бап бойынша, яғни жазаға тартуға болады. Бұнда жеке тұлғаға 10 айлық есептік көрсеткіш, лауазымды тұлғаға, яғни оның ішінде нотариус бар, адвокаттар, жеке сот орындаушылар сияқтылар, оларға яғни 20 айлық есептік көрсеткіш қарастырылған. Орта, яғни кәсіпкерліктерге, яғни 30 айлық есептік көрсеткішінде қарастырылса, ірі, яғни бизнес көздеріне бұнда 70 айлық есептік көрсеткішке дейін, яғни жаза қарастырылған. Алайда өкінішке орай қазіргі таңда дербес жаңағы ақпараттарды тарату бұл жекелеген адамдардың, яғни сол жерде істейтін адамдардың олардың іс-әрекетінде қылмыс нышандары да болуы мүмкін. Енді ол басқа мәселе.